мынадан сұрасашы деп айтады екен. Раббым онда сол. Мынадан сұрасашы деп айтады дейді. Міне, бұл жағдайда енді адамның ең қуанышты сәті ғой. Сіз жаңағы кісінің сол өмірдегі сол осыдан сұрасашы деп айтады екен. Мынадан сұрасашы деп Алла Тағала өзі оған қажеттіліктерін бәрін жиып береді екен да. Міне. Осындай жағдай болып, сосын сондай адамдар, тозақтан шығарылған адамдардың барлығына қатысты Алла Тағала андай нәрсені жәннатқа кіргізбегеннен кейін айтады екен. Ва индилакум афдалу мин залика. Сөзсіз менің қасымда сендер үшін бұдан да абзал нәрсе бар дейді екен. Сонда айю шейин афдалу мин залика. Я Раббымыз, мынадан абзал қандай нәрсе болуы мүмкін дейді. Сонда Алла Тағала айтады екен, ридоя, менің разылығым. Өйткені анау нәрсе жағыға айтып тұр ғой, тозақ деген әділеттілік деп, рахымдылық. Сонда Алла Тағала сол сипатын таныстырады. Менің разылығым дейді сендерге сыйлағалы тұрған. Ол разылық деген не деген кезде, ла асхаду алейкум абадан бағдаға. Сендерге ешқашан ашуланбаймын. Осындай дәрежеде болады екен да.